Жыныс жүйесі органогениталия. Жыныстық белгілерді анықтайтын ер адам және әйел адамның сыртқы және ішкі жыныс мүшелеріне бөлінеді. Бірінші ол ер адамның жыныс мүшелерінен бастаймыз, яғни органа маскулина. Ол аталық безден тұрады. Аталық без қосалқысынан, шәует шығарушы түтіктен, шәует шығарушы бездерден, қуықасты безі және де сыртқы жыныс мүшесінен және де омадан тұрады. Бірінші енді аталық без, яғни ішкі жыныс мүшелеріне жататын ең бірінші қарастыратын орган болып табылады. Жалпы жұп негізгі қызметі аталық жыныс жасушалары сперматозоидтарды түзу, сонымен қатар қан және лимфаға аталық жыныс гормондарын бөлу болып табылады. Сондықтан бұл без ішкі секрециялық және сыртқы секрециялық қызметтерді қатар атқарады. Ол шат аймағында, яғни перинеумда, арнайы өзінің қалтасы ұмада скротумда орналасатын болады. Сол аталық без оңға қарағанда шамалы түсіңкілеу орналасады. Және де аталық бездер бір-бірімен септум скроти арқылы бөлінетін болады. Сонымен қатар сыртқы жағынан бұлшық етті қабықпен қапталады. Оны оман өткен кезде толығымен қарастырамыз. Әрбір аталық бездің беті тегіс және де жылтыр болып келеді. Орташа ұзындығы 4 см, ені 3 см, қалыңдығы 2 см болады. Салмағы шамамен 20-30 граммға тең. Аталық без сопақшалау келген бүйірі шамалы қысыңқылау болып келеді. Оның екі бетін ажыратамыз. Латеральды беті, фацис латералис, және медиальды беті, фацис медиалис. Медиальды беті, мына жақ уже латеральды беті болады. Сонымен қатар екі жиын ажыратамыз. Марго антериор, марго постериор. Және екі шетін ажыратамыз. Жоғарғы шеті экстремитас супериор және төменгі шеті экстремитас инфериор. Сонымен қатар аталық бездің медиальды бетінде біз аппендикс тестис деп аталатын оның аталық бездің өсіндісін көреміз. Бұл жалпы рудиментті мүше болып табылады. Келесі аталық бездің қабықтың шетінің ішкі бетінен осы мынау ақ қабықтың жалпы аталық бездің паренхимасына енетін аталық бездің орталығы болады. Бұл медиастинум тестис деп аталады. Мінекей мынаның бәрі. Дәл осы медиастинум тестистер бірнеше бөлікшеге бөлінетін болады. Дәл осы бөлікшелердің аралығында бізде қалқалар болады. Ол қалқаны септуля тестис деп атаймыз. Енді осы септуля тестистің ұшы аталық бездің конус пішінді болып келеді. Ұшы аталық бездің орталығына қарайды, көріп тұрғанымыздай, ал негізі ақ қабыққа қарайтын болады. Аталық безде 250-ден 300-ге дейін үлесшелер болады. Әрбір осы үлесшенің ішінде көріп тұрғанымыздай иректелген түтікшелер болады. Оны тубули семиноферик конторти деп атаймыз. Осы жерде негізінен сперматозоид жасушалары синтезделетін болады. Әрі қарай аталық без орталығына қарай бұл ирелеңдеген өзекшелер бізде бағытталатын болады. Осы аймақта олар қысқа түзу, яғни мына аймақтарда шамамен тік түтікшелерге ұласатын болады. Тік түтікше. Тубули семинофери аректи. Әрі қарай бұл тік өзекшелер торға ұласады. Ол торды рете тестис деп атайды. Келесі мына жерде бізде
аталық без қосалқысы деп аталатын мүше. Мына осы аталық без қосалқысының ішінде өзара бір өзегі болады. Вот сол өзекке қарай өткізуші келесіде дуктули эферентес тестис деп аталатын 12-15 шақты бездің шығарушы өзекшелері болады. Мінекей мынау шығарушы өзекшелер. Келесі енді аталық бездің қосалқысы эпидидимидис деп аталады. Ол аталық бездің артқы жиегінің бойымен орналасқан дөңгеленген бөлігі аталық без қосалқысының басын ажыратады. Капут эпидидимидис. Одан кейінгі ұзыншылау келетін оның денесін ажыратамыз. Корпус эпидидимидис. Және де аталық без қосалқысының құйрығын ажыратамыз. Корпус кауда эпидидимидис. Осы қосалқының басында мына құйрық жақтарында, негізі мына жерде көрсетілмеген, бір мына немен аталық безмен өзара байланыспаған бөлікте орналасатын өсінді болады. Так, бұл өсінділер міне аппендикс эпидидимидис деп аталады. Одан әрі қарай мынау бас жағында және құйрық жақтарында шамамен дуктули аберрантс деп аталатын, немесе оны вольф денелері деп атайды. Вот сондай бір нелер болады. Түтіктер болады. Бұл түтіктер мына аталық безден, яғни сперматозоид жасушаларын алмайтын болады. Яғни бос жатады. Вот сол ішінде ол қалдық түтікшелер ретінде көрінеді. Мына фотода көрсетілмеген, негізі сіздердің Аубакеров атластарыңызды ашып қарасаңыздар, сол жерде бар. Сонымен қатар, яғни осының ішінде, яғни дуктус эпидидимидис орналасады деп айттық. Сол дуктус эпидидимидис әрі қарай өз жолында негізінен дуктули эферентес өзіне қосып алады, және де құйрығының тұсында дуктус деференске қарай ұласатын болады, яғни шәуетті шығарушы түтікке қарай ұласады. Жалпы жазылған күйінде аталық без қосалқысы түтігінің ұзындығы 6-8 метрге жететін болады. Өте ирелеңдеген каналдардан тұратын болады. Қосалқының құйрықты бөлігінде жаңа атап өткенімізде мінекей мынау дуктус деференске қарай ұласатын болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.